7-ші сынып оқушысы Ахмат Адина бүгінгі 23 сәуір халықаралық кітап оқу күніне байланысты өзімнің сүйікті жазушым Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» өлеңі. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, суға берем ойымның алтын кеңін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректен тілімнен түңілмедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы, от